сәлеметсіздер ме? Мен Қалдыбай Қарлығаш Сәрсенбайқызы, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы нөмірі 1 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгінгі сабағымызда 2 сыныптың қазақ тілі пәнінің 4 бөліміндегі қоршаған орта бөлімінің етістік тақырыбында сабақ өтетін боламыз. Қоршаған орта бөлімінде етістіктерді ажыратуды, дара және күрделі етістіктерді анықтауды, ізденуді, нұсқаулық жазуды, оқиға бойынша мәтіндер құрастыруды үйренетін боламыз. Ендеше қоршаған орта бойынша аздаған мәліметті тыңдайық. Намыз көркем әрі таза болып еді. Және жер бетіндегінің бәрі дерлік, тек адамнан өзгесі үйлесімді болатын. Бір күні адам баласы зеріккені соншалық жаңа дүниеге жаны құмартып табиғат аясынан сырт шығады. Осылайша біз адамдар жер шарымызды жайлап, оны өзіміз үшін ғана ыңғайлы ете бастадық. Бәлкім, дәл сол шақта біз ғаламшарымыздың дамуын тоқтататын сағатты іске қосқанымызды аңғармай қалдық. Уақыт өте келе, біз жердің жалғыз қожайыны атандық. Айналымызды түрлі заттармен қоршап, оларды жетілдірумен, ал зат атаулыны көбейтумен болдық. Осылайша, орта күйімізді өзіміз ластай бастадық. Жер, ауа және су ластағандықтан табиғатымызға қауіп-қатер төніп тұр. Орта күйімізге қамқорлық қажет. Қолымыздан не келеді? Ересектер ғаламшарымыздың қандай күйге душар болғанын байқамауы да мүмкін. Ендеше оларға не істеу керегін көрсетіп, естеріне салайық. Қоқысты сұрыптау өте маңызды. Кейін одан әртүрлі жаңа заттар жасауға болады. Су – жердегі тіршілік көзі. Жер бетіндегі жаратылыстың бәрі суды қажет етеді. Біз электр энергиясын үнемдеуге тиіспіз. Өйткені оны өндіру үшін өте көп пайдалы заттар шығындалады. Ғаламшарымыз гүлденсін десек, барлығымыз бірге елімізді, жерімізді тазартып, сауықтыруымыз керек. Мұны көшет отырғызудан бастай аламыз. Жай отырғызып қана қоймай, оның таза судан, күн шуағынан және құнарлы топырақтан таршылық көрмей өскенін қадағалауымыз керек. Видеоролик тамашалап болсақ, балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Біздің бүгінгі тақырыбымыз етістік тақырыбы болатын. Осы етістікке байланысты бірінші тапсырмамызды орындаймыз. Бірінші жаттығуда бізде суреттерге қара, балалар не істеді? Балалардың қимыл атауларын білдіретін сөздерді ата. Бұл сөздер қандай сұраққа жауап береді? Қай сөз табына жатады? Өзіңе ұнаған суретпен сөйлем құрап жаз. Қимылды білдіретін сөздің астын сыз. Ендеше балалар, сұрақтарға жауап береміз және өзімізге ұнаған суретті таңдап, сол суретке сөйлем құрап жазамыз. Тапсырманы орындаймыз. Ендеше ары қарай екінші тапсырмамызды бастайық. Екінші тапсырмада бізде оқы, қарамен берілген сөздерге назар аудар. Бұл сөздер жан-жануарлардың қимылына сәйкес келе ме дейді. Өлеңді түзетіп жаз. Қарамен берілген сөздер қандай сұраққа жауап береді? Ендеше өлеңді оқып қарайықшы. Бие мөңірейді. Балалар, дұрыс па? Жоқ, бие мөңіремейді. Бие кісінейді. Ары қарай өлеңді түзетіп жазамыз. Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді балалар етістік дейміз. Етістіктерге не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтар қойылады. Мысалы, өсті, ойнады,
сайрады деген секілді. Осы етістікке байланысты видеороликті тамашалайық. Ай мектеп. Дана, байқадың ба? Көктем келгелі тіршілік оянғандай, далада қимыл қозғалыс көбейді. Аға, не көбейді дейсіз? Қимыл деген қозғалыс, іс-әрекет. Не істеді? Не қылды? Қайтты деген сұрақтарға жауап беретін сөздер қимылды білдіретін сөздер болады. Мысалы, күн жылынды, қар еріді, бәйшешек шықты, жер көгерді деген сөйлемдердегі жылынды, еріді, шықты, көгерді деген сөздер заттың қимылын білдіреді. Ал енді сен айналадағы өзгерісті қимыл қозғалысты айта ғой. Ағаштар гүлдеді, жыл құстары келді. Балалар құстарға ұя жасады. Мал төлдеді. Адамдар көшеге жас шыбықтар отырғызды, гүл екті. Ал біз велосипед теуіп жүрміз. Қайталайық. Заттың қимылын білдіретін сөздер. Адамның немесе заттардың қозғалысын, іс-әрекетін қимыл дейміз. Мысалы, күн жылынды, қар еріді, бәйшешек шықты, жер көгерді деген сөйлемдердегі жылынды, еріді, шықты, көгерді деген сөздер заттың қимылын білдіреді. Қимылды білдіретін сөздерге не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, ағаштар қайтты, ағаштар гүлдеді. Балалар не істеді? Балалар ұя жасады. Мал не қылды? Мал төлдеді. Өте жақсы балалар, етістікті түсінген болсақ, ендеше 4-ші тапсырмамызды орындап көрейік. 4-ші тапсырмада мәтінді негізгі сөздің мағынасына қарай етістік қойып жаз дейді. Оқы дейді. Көктемде болатын құбылыстардың реттілігін көрсетіп тұрған етістіктерді ата. Мәтінге қандай сұрақ қоюға болады? Бұл мәтіннің қай түрі? Мысалы, тапсырманы орындағанда көктем келді. Көктем не істеді? Келді. Дәл осылай келесі тапсырмаларды жалғастырамыз. Ендеше балалар, 4-ші тапсырманы орындап болсақ, үй тапсырмасын алайық. Үй тапсырмасына 5-ші тапсырманы аламыз. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Жұмбақта берілген етістіктер қай құс туралы айтылып тұр? Дәптерімізге көркемдеп жұмбақты көшіріп жазамыз, жауабын қасына жазамыз.